Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауыз қуысының меланомасы. Меланома жалпы адамның агрессивті қатерлі ісіктерінің бірі болып саналады. Тері жамылғыларына да, шырышты қабықтарға да әсер етеді. Статистикаға сәйкес, шырышты қабаттардағы меланомалардың локализациясы меланомалардың жалпы саны 5%-нан аз болып табылады. Көбінесе меланомалар ауыз қуысының шырышты қабығында, мұрында, тік ішек және вульвовагинальды аймақтарда пайда болады. Сонымен қатар жыныс еріндері мен уретраның дистальды бөліміне де әсер етуі мүмкін. Шырышты қабықтың меланомдық зақымдануының этиологиялық факторлары барлық обыр ауруларындағыдай толығымен белгісіз. Қолайлы факторлардың әсерінен, сондай-ақ генетикалық бейімділікте меланоциттердің, яғни меланин пигментін жасайтын жасушалардың қатерліге айналуы жүреді деп болжам жасалынады. Қауіп факторларына канцерогенездің ең көп кездесетін себептер жатады. Яғни ең бірінші кезекте темекі шегу, химиялық канцерогендердің әсер етуі, иондаушы сәулелену, жарақаттану және созылмалы қабыну процестерін жатқызамыз. Шырышты қабықтарда пигментті туа біткен белгілер мен невустың болуы меланомаға айналуға қауіпті. Терінің меланомаларынан айырмашылығы ультракүлгін сәуле шырышты қабықтардың меланомасының патогенезінде маңызды рөл атқармайды. Клиникасы. Меланоманың даму кезеңдерінде екі негізгі саты болып табылады. Екі сатыға бөлінеді: радиалды өсу сатысы, яғни көлденең жазықтықта кеңею түрінде, және де тік инвазивті өсу сатысы болып табылады. Радиалды өсу, яғни көлденең өсу кезеңінде зақымданудың клиникалық белгілері болмауы мүмкін. Зақымданудың шекаралары сау шырышты қабықтан ерекшеленбейді, әсіресе пигмент жинақталмаған болса. Егер де ісікте пигмент бар болса, онда бұл дұрыс емес формалы қоңыр дақ тәрізді көріністе болады. Кейінірек тік өсу кезеңінде дақ шырышты қабықтың үстінен көріліп, түйін түрінде болады. Меланоманың түйіндік формаларының пайда болуы клиникалық белгілердің пайда болуымен сипатталады, яғни төмендегі белгілер: зақымдану орнында ыңғайсыздық белгілері, жара, қан кету және қышу белгілері көрініс береді. Жалпы орналасатын орнына келетін болсақ, меланомалардың жиі локализациясының бірі ауыз қуысының шырышты қабаты. Тақырыбымызға сәйкес, жоғарғы жаққа, әсіресе жоғарғы жаққа жиі әсер етеді. Қатты таңдай мен сонымен қатар қатты таңдай, қызыл иек, ісік беткейлердің, тілдің, ауыз қуысының шырышты қабығына және аздап төменгі жақты да зақымдауы мүмкін. Шырышты қабаттарда меланоманың локализациясы кезінде клиникалық белгілердің пайда болуына дейін пациенттің өзі анықталуы қиын. Өкінішке орай меланоманың ерекше қатерлі ісігіне байланысты оның метастазы аурудың басталуынан өте қысқа уақыт ішінде пайда болады. Емдеудің тиімділігі, қалпына келтіру болжамы уақытылы диагноз қоюға тікелей байланысты болып келеді. Диагнозды қою үшін біз ең басты дерматоскопия әдісін қолданамыз. Эпилюминесцентті микроскопты қолданатын зерттеу әдісі болып табылады. Бұл әдіс бізге невусты қатерлі жағдайдан тексеруге және де ісік құрылымын аккорд жүйесі бойынша анықтауға мүмкіндік береді. Яғни біз осы 5 белгіге мән береміз. Асимметрия, яғни ісіктің көлемі асимметриялы болып келеді. Жиек, яғни суретте көріп отырғанымыздай жиектері айқын емес болып келеді. Реңкі, меланомаға сәйкес реңкі қою қоңыр болып келеді, және де көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Көбінесе көлемі 4-5 сантиметрге дейін үлкен көлемде болады, және де динамикасын байқаймыз. Яғни динамикада өсу динамикасы қалай болғандығына біз мониторинг жасап бақылаймыз. Метастаздарды анықтау үшін сонымен қатар қосымша ультрадыбыстық диагностика, компьютерлік томография, магнитті резонанстық бейнелеу, сцинтиграфия және басқа да зерттеулер қолданылады. Қатерлі ісіктің жоғарғы деңгейіне байланысты меланомалардың диагностикалық биопсиясы басқа ісіктердегідей қажет етпейді. Яғни гистологиялық сараптама жойылған ісікті тексереді. Диагнозды растау үшін зертханалық әдістерді қолданамыз. Меланин пигментінің болуы үшін Фонтана Мессон дақтарын қолданып, иммуногистохимиялық маркерлер HMB45 және мелан А
S100 ағуының бар жоғын талдау және де осы меланомамен бірге ол әрқашан меланоманы зерттеген кезде оң нәтиже береді. Шырышты қабықты меланомасын емдеу әдісіне келетін болсақ, емдеуді жоспарлау әрқашан диагностикалық критерийлер мен науқастардың жеке деректерін ескере отырып, яғни әрбір науқасқа индивидуалды түрде жүзеге асырылады. Шырышты қабықты меланомасын емдеудің ең тиімді түрі болып радикалды хирургия әдісі табылады. Операция іргелес тіндермен ісікті қоздырудан тұрады және де операция кезінде кішкентай ісіктерді түбегейлі алып тастау үшін үлкейту әдісін қолдануға болады. Қорғаныш лимфа түйіндерінде алып тастаймыз. Лазерлік терапия, яғни ісікті лазерлік жолмен алу және де криодеструкция әдісі. Сұйық азоттың көмегімен зардап шеккен аймақ қатып қалады, оның некрозы және де одан бас тарту пайда болады. Сонымен қатар сәулелік терапия әдісін қолданамыз. Ол операциядан кейінгі кезеңде, сондай-ақ ісіктердің қайталануы мен метастаздар жағдайында қолданылады. Сонымен қатар химиотерапия әдісі меланома ағымының ауыр жағдайларында процесті жалпылау, бірнеше метастаздар, цитостатиктермен емдеу, циклофосфамид, докарбазен, цисплатин және басқа да химиялық препараттар қолданылады. Биологиялық терапия адамның иммундық қорғанысын арттыру мақсатында жүргізіледі және де науқас емдеу біткеннен кейін ұзақ уақыт диспансерлік бақылауда болады. Назарларыңызға рахмет.